өлімді әрдайым еске алу, өлуге дайын болу, бұл адамды бұл дүниеден бездіру үшін емес. Бұл дүниеден бездіру үшін емес. Керісінше, оның амалы, іс-әрекеті барлығы сапалы болу үшін, адамдарға пайдалы болу үшін. Неге? Өйткені адам, мені егер өліп қаламын деген сияқты ойда болатын болса, онда әрдайым ол құлшылығын кешіктірмейді, уақыт келді зекетін кешіктірмейді, ақиреттен үміт етеді, біреу келіп көмектесші десе, мүмкіндігі болып тұрса көмектеседі. Ал әлі ұзақ өмір сүремін деген адам, ертең тағы уақыт бар ғой, ары күн тәубе етермін, намазды 1 жылдан кейін бастаймын, 2 жылдан кейін бастаймын деп жүреді. Ал бірақ негізінде өлімді еске алу шариғатта бұл адамды дүниеден бездіру үшін, яғни дүниені тастап қой, дүниемен айналыспа деген ондай бір ұғым үшін емес. Кейбіреулер осылай түсіндіргісі келеді. Бұл мұсылмандар, оларға бұл өмір керек емес, өлімді айта береді, өлімді айта береді. Өлімді не үшін айтасың? Өлімді не үшін айтасың? Және дұрыс өлімді айту керек, адамның әрдайым басында ертең өліп қалуы мүмкін деген ой жүру керек. Ол не үшін? Сенің Алланың алдындағы жауабың дұрыс болу үшін. Ертең өліп қаламын деген адам бүгін пара алмайды. Ертең өліп қаламын деген адам бүгін пара алмайды. Ертең өліп қалсам, Құдайдың алдына барсам қалай жауап беремін деді. Тіпті хадисте, негер біреуіңнің қолында бір шыбық тұрса, қиямет бола қалса, мүмкіндігі болса, сол қолындағы талды ексін деді. Әлгі шыбықты отырғызсын деді. Демек, біз амал етуге, әрекет етуге бұйырылғанбыз. Өлім адамды, сол өлімді еске алу, өлімге дайын болу, адамды сол өзіне міндеттелген, өзіне жүктелген парызды, міндетті кешіктірмей дұрыс атқару үшін адамға көмектеседі. Адамды дүниеден бездіру үшін емес. Ол дүние, ақиретке дайын жүрген адам, Алламен қауышуға дайын жүрген адам, ол ұрламайды, ол парақорлық жасамайды, ол біреудің ақысын жемейді, жұмысын сапалы істейді. Неге? Өйткені ертең Алланың алдына барған кезде осы үшін сұраламын дейді. Осы үшін сұраламайды. Сол үшін де ол, яғни, өлімді еске алу, өлім туралы айту, бұл бір, былайша айтқанда, не дейді, бір негативный фактор емес. Адамның өміріне негативный әсер ететін. Жоқ, керісінше, сол өмірді сапалы сүру үшін, дұрыс сүру үшін, Алла тағала көрсеткендей өмір сүру үшін адамға көмектесетін нәрсе.